Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге 920 салық формасын толтыруды көрсетемін және шаруа қожалықтары бойынша түсіндіріп өтемін. Шаруа қожалықты кімдер ашады? Бұл ауыл шаруашылық мақсатындағы жері бар, жайылымдық не егін шаруашылығында алынған жері үшін шаруа қожалық ашып 920, яғни бірыңғай жер салығы есебін жүргізеді. Жылына бір рет тапсырады. Яғни кезекті айдың, келесі айдың 31 наурызына дейін бұл салық формасын төлеуге міндетті. Сонымен қатар шаруа қожалықтар үшін қандай жеңілдік бар? Өте тиімді салық режимі, мүлік салығынан босатылған, транспорт салығынан босатылған, жер салығынан босатылған, су салығынан босатылмай 706 бап бойынша. Үшінші, шаруа қожалықтар қандай төлемдер жүргізеді? Әр айдың 25-не дейін төлеу керек. Міндетті зейнетақы жарнасы бойынша 10%, әлеуметтік аударым бойынша 3,5%, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша 5% төлеуде. Минималды және максималды сомасы бар. Бұл жерде 60 мың минималды, максималды сомасы 3 миллион болса, міндетті зейнетақы жарнасы бойынша. Енді әлеуметтік аударым бойынша 2114.700, міндетті әлеуметтік сақтандыру бойынша 4200, бұл 2022 жыл үшін. Енді салық формасын толтырайық. Бірыңғай жер салығы негізгі бөлімнен және қосымшалардан тұрады. Негізгі бөлім, бірінші бөлім толтырсақ, біз бірінші рет тапсырып тұрмыз. Алдын ала сіздерге тапсырып көрсетіп, бастапқыны таңдаймыз. Қандай қосымшалар? Бірінші қосымшаны пайдалансақ, 1 деп жазамыз бірінші қосымшаға. Яғни жер салығы бойынша толтырамыз. Екінші қосымша, егер сізде жұмысшылар болса, еңбек шартымен жұмыс жасайтын жұмысшылар болса, толтырмаймыз, тастап кетеміз. Бізде жұмысшы жоқ. Үшінші, шетелдік азаматтар сіздің шаруа қожалығыңызда жұмыс жасаса ғана толтырасыз. Яғни бұны да тастап кетеміз. Төртінші, жеңілдіктер. Жеңілдіктер бойынша біз толтырамыз. Бесінші, су ресурстарын пайдаланған үшін төлемақы, бұны толтырамыз. Таңдаймыз. Енді біз 920.01-ге келсек, бұл жерде жыл бойындағы табысымыз 10 миллионды көрсетеміз. Мысалы, 10 миллион таптық. Мысалы, 02-де біз түзету, яғни сіз былтырғы жылы мысалы шөп саттыңыз. Оны қайтарып берді сізге. Бұл сізге шығын болды. 1 миллионға бағалап, оны минус 1 миллион десек, сіздің табысыңыз 9 миллионға теңеледі. 3-те. Сонымен қатар сіздің 1 қаңтардан 10 қазанға дейінгі табысыңызды бөліп көрсетесіз. Мысалға, 9 миллионның ішінде 6 миллионын сол уақытта таптық. 6 миллион көрсетеміз. Жер учаскесінің жалпы алаңын толтырамыз. Бізде 900 гектар егістік жер, 250 гектар жайылым жеріміз бар, 1150. Сонымен қатар бізде жер салығына арналған 0,5%-ық ставка 45 мың теңге. Біз 2020-2022 жыл үшін жер салығынан босатылғанбыз, 0-ді қоямыз. Қызметкерлердің орташа саны. Бізде бір ғана мүшеміз бар, 1 деп толтырамыз. Келесі бетке өтеміз. Келесі бетте біз өзіміздің шаруашылық басшысы мен мүшесі үшін төлемдер бойынша көрсетеміз. Әлеуметтік аударым бойынша, 12 ай бойынша, міндетті зейнетақы жарнасы бойынша, минималды соманы 2-ге көбейтіп шығады. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарнасы бойынша толтырамыз. Бұл төлемдерді сіз әр айдың 25-не төлеуге міндеттісіз, қайталап айтамын. 3-ші және 4-ші бетті сіз егер жұмысшыңыз болса ғана толтырасыз. Жұмысшы жоқ менде. 5-ші бетте біз өзіміздің кірістер басқармасының кодын толтырамыз. Енді қосымшаға келсек, бірінші қосымшаға келсек. Бұл жерде жер салығы бойынша кадастрлық номерін таңдаймыз, жаңағы егістік жер бойынша гектарын таңдаймыз, ауданын, жайылым жер бойынша бөлек-бөлек кадастр номері бойынша толтырып шығамыз. 100%, яғни біздің төлейтін 45 мың, автоматты плюсикті бассақ, өзі автоматты есептеледі. 0-ді көрсетеміз, себебі біз 2022 жылға дейін босатылдық. Келесі қосымша, екінші, үшінші қосымшаны толтырмаймыз, себебі екінші қосымшада жұмысшы жоқ бізде. Толтыратын. 3-ші қосымшада шетелдік азаматтар шаруашылығында біздің жұмыс жасамайды. 4-ші қосымшаны толтырамыз. 1 беттен тұрады. Бұл
салықтар бойынша жаңағы көлік салығы, мүлік салығы, жер салығы бойынша мәліметтерді толтыруға міндеттіміз. Егер толтырмасақ, мысалы біздің көлігіміз бар, иә, шаруашылыққа арналған. Оны бұл жерге толтырмасақ, ол кезде біз салықтан босатылмаймыз, төлейміз. Біздің салықтан босатылған көлігіміздің маркасын, жылын, жүк көтергіш көлемін, көлік салығы бойынша 7 айлық есептік көрсеткіштен аспайды біз босатуға жататын салық сомамыз. Яғни 22.260 теңгеден босатылғанбыз. 7-ге 3.180 теңгені көрсетеміз 2022 жыл үшін айлық есептік көрсеткіш. Осыдан аспайды көлік салығы бойынша. Екінші, мүлік салығы. Мысалы, біздің астық складымыз бар. Объекттің атауын жазамыз, кадастр номерін жазамыз. Ол мүліктің құнын жазамыз, 10 миллионға бағалансақ, мысалы, мүлік салығы бойынша 0,5% есептеледі. 0,5% бізде 50.000 теңге, 50.000 теңгеден босатылғанбыз көрсетіледі. Енді жер салығы бойынша жеке-жеке көрсетеміз. Егістік жеріміз 900, жайылым жеріміз 250, оның өзінің мөлшерлемесі бар. 991, 482, одан көбейтсек мына соңғы шығады. 89.190, 12.600. Осы екі салық бойынша біз босатылғанбыз. Міне, жеңілдіктер бойынша көлік салығы, мүлік салығы, жер салығы бойынша босатылып. Осы мәліметті толық көрсетуге міндеттіміз. Егер көрсетпесеңіз, қате болады. Енді 5-ші қосымшаға келсек, бұл жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдаланған үшін төлемақы. Біз суды арнайы белгілі бір уақытқа сатып аламыз, иә? 2021 жылы 1 наурыздан бастап біз рұқсат алдық. Рұқсат құжаттың номерін жазамыз, міндетті түрде. Қандай мақсатта толтырылғаны бойынша жазамыз. Ауыл шаруашылығы. Текше метрмен есептейміз, иә, суды куб метр. Мысалы, 20.000 салық кезеңі үшін бір жылға бізге 20.000 куб метр су берсе, біз 22.000 пайдаландық, артығымен пайдаландық. Ол кезде артығымен пайдаланған үшін біз басқа коэффициентпен есептейміз. Мысалға, белгіленген шек бойынша 0,92 коэффициент есептелсе, біз артық пайдаланған үшін 5 есе көп ставкамен төлейтін боламыз. Яғни 0,92-ні 5-ге көбейтсек 4,60, осы ставкамен төлейміз. Мінекей 29.440 теңге болып тұр. Бұны сіз көрсетесіз. Бұл төлемді сіз 10 қарашаға дейін 9 ай бойынша 22.080 теңге, 10 сәуірге дейін 7.360 теңге төлеуге міндеттісіз. Осы уақыттарда сіз осы соманы төлеп қоюға міндеттісіз. Егер төлемеген жағдайда сізге пеня жүреді. Бұл соманы қалай шығардық? 29.440-ты біз 12 айға бөлеміз, 9 айға көбейтсек, мынау шығады. 29.440-ты 12 айға бөлеміз, 3-ге көбейтсек 7.360 теңге шықты. Бұл сомаларды төлейтін боламыз. Қандай КБК коды бойынша төлейміз? Яғни 105-303 КБК коды бойынша біз су ресурстары бойынша төлейтін боламыз. Осы көрсетілген мерзімдерде. Осы ақпарат пайдалы болса, менің каналыма жазылып комментарий қалдырыңыз. Келесі сабақта сіздерге жұмысшылар бойынша қалай толтыруды көрсететін боламын.